Генерал-лейтенант Көркем жолдас қызының кабинетіне түлектер кездесуіне арналған шақыру хаты келіп түсті. Арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы қызметіндегі тығыз кестесіне қарамастан, ол бір сәтке тоқтап шақыруды қолына алды. Мектеп бітіргенімізге 25 жыл, деп оқыды ол, саусақтарының сәл дірілдегенін сезіп. 25 жыл өтіпті. Үстел үстінде жатқан әскери бас киімге қараған Көркем ойға шомды. Көз алдына артқы партада отырған, кітапханаға қашып барып, сыныптастарының мысқылынан тығылған кездері елестеді. Кеудесі шаншып, ауырып кетті. Көркем шақыруды қоя салып, терезеге қарады. Барайын ба, бармайын ба деп ойлады. Сол сәтте арт жағынан жұмсақ дауыс естілді. Бұл оның күйеуі Ғабит Жексенұлы еді. Екі шынайы шай алып кірді де, әйелінің жүзінен ақ не ойлап отырғанын түсінді. Тағы да түлектер кездесуін ойлап отырсың ба, деді ол. Көркем ауыр күрсініп басын изеді. Бұрынғы адамдармен кездесуді елестетудің өзі жүрегін қысып жіберді. Ғабит, менің баруым керек пе? Ол адамдар бәрібір. Ол сөзін аяқтатпай, күйеуі иығынан құшақтады. Сен Көркем жолдас қызы, генерал-лейтенант атағынан бұрын сен өз нұрымен жарқырайтын адамсың. Бар болғаныңды көрсетсең жеткілікті. Күйеуінің сөзі жүрегін жылытып жіберді. Я, ол енді өткеннің шынжырында қалған әлсіз қыз емес. Ғабит оның қолын қысып, сен әрқашан жеңіп шықтың. Бұл жолы да солай болады, деді. 2 күннен кейін кездесу күні туды. Көркем ұзақ жылдан кейін айна алдында әскери формада емес, қара көйлек пен үнжу алқа тағып тұрды. Шашы ұқыпты жиналған, жүзінде өмір тәжірибесі мен сенімділік қатар көрінді. Машина кілтін алып тұрып, күйеуінің сөздерін есіне алды. Сен жеткіліктісің, сен жеңдің. Жол бойы мектеп естеліктері көз алдынан тізбектеліп өтті. Бай балалардың арасында қарапайым киіммен отырған өз бейнесі, шәкіртақымен әрең оқыған жылдар, бірақ арманына сенімін жоғалтпаған кездер. Жұлдыздың менсінбеу толы көзі тағы да елестеді. Қонақүйдің алдына келіп, Көркем көлікті тоқтатты. Көзін жұмып, терең тыныс алып, баяу шығарды. Зал есігінің алдында бір сәтке тұрып қалды. Іштен күлкі мен әңгіме дауыстары естіліп тұрды. Ол шашын түзеп есікті ашты. Сол сәтте барлық көз оған бұрылды. Көркем басын тік ұстап, сенімді жымиып кірді. Енді ол өткеннің жарасына бой алдырмайтындай мықты еді. Залға кірген сәтте барлық көз Көркемге ауды. Жарқыраған көйлек киіп, әшекейге көмкерілген әйелдердің арасында оның қарапайым қара көйлегі ерекше сыпайылық пен асқақтық сәулесін шашып тұрды. Бірақ біреу оның білегіндегі сағатқа назарын тікті. Кәдімгі былғары баулы сағат. Ол өзгелердің қымбат бренд сағаттарынан қатты ерекшеленіп тұрды. Көркем, қанша жыл болды көрмегелі деп күлімсірей келді Жұлдыз. Дауысы жұмсақ естілгенімен көзі суық еді. Жыртқыштың көзі секілді. Ол Көркемді басынан аяғына дейін шолып өтті. Көркем сабырлы жымиып амандасты. Сәлем Жұлдыз, көрмегелі көп болды. Қалайсың? Жүрегінде әлсіз толқын көтерілсе де, жүзінде еш белгі байқалмады. Жұлдыздың артында жарқыраған зергерлік бұйым тағып алған сыныптастары жинала бастады. Олардың көзқарасында менсінбеу бар еді. Көркем байқамаған кейіп танытты. Енді ондай көзқарас оның жүрегін жаралай алмайтын. Залдың бір бұрышында бір топ адам шампан ішіп, дауыстап сөйлеп тұрды. Бірнешеуі Көркемді танып, қол бұлғады. Бірақ олардың қимылында да бір суықтық бар еді. Көркем баяу қадамдап соларға жақындады. Әр қадамы сенімді шықты. Көркем, қазір немен айналысасың? Әлі жұмыс істейсің бе? Деді Назым Бейбіт қызы жасанды таңданыспен. Даусында менсінбеу естілді. Сөзінен жасы келген әйелдің жұмыс істеуі
ұят деген ой аңғарылды. Жанында иығын тік ұстап тұрған күйеуі тұрды. «Я, әлі де жұмыс істеймін», деді Көркем сабырмен. Назым күйеуіне қарап жымиды. «Көрдің бе, осынша жаста да еңбек етіп жүр. Демек, күйеуі асырай алмайды ғой». Жан жағынан күлкі естілді. Назымның күйеуі де сөз қосты. «Менің әйелім баяғыда-ақ жұмысты тастады. Еркектің міндеті әйеліне ештеңе істетпеу ғой». Көркем жай ғана жымиды. Ішінен ашу бұрқ ете түскенімен сыр бермеді. Ол өмірде шынайы шайқастардан өткен. Енді мұндай ұсақ түйектер оны шайқалта алмайтын. «Менде бәрі басқаша», деді ол жай ғана. «Жұмыс менің өмірімнің бір бөлігі». Қарапайым жауап еді. Бірақ Назымның күйеуі тосылып қалды. Бірақ артынша көзін тайдырып жайсыз жымиды. Көркем олардың мысқылын байқады. Бірақ енді оған бәрібір еді. Оған ешкімнің мақұлдауы қажет емес болатын. Кешкі ас кезінде Көркем тыныш бұрыштағы үстелге отырды. Қарсы үстелден сыбыр естілді. Көркем баяғыда екен, киімі де қарапайым, әлі жұмыс істейді, ештеңе өзгермеген. Дауыстың есін бірден таныды. Жұлдыз. Көркем шарабын бір жұтым ішіп, жүзін өзгерткен жоқ. 25 жыл бұрынғыдай емес, енді мұндай сөздер оған ауыр тимейтін. Күйеуі де жоқ сияқты. Болса да сәтсіз шығар. Егер табысты болса, баяғыда жұмысты қойғызар еді, деді тағы бірі. Сол сәтте Көркем түсінді. Олар әлі де оны баяғы жетім, әлсіз қыз ретінде көреді. Олардың түсінігінде әйелдің жетістігі тек бай күйеуімен өлшенетін. Көркем терең тыныс алды. «Сабыр, Көркем, сен енді басқа адамсың», деді іштей өз-өзіне. Кенет көрші үстелден дауыстап сұрады. «Ей, Көркем, ал сен немен айналысасың? Күйеуің кім өзі?» Бәрі қайтадан оған қарады. «Күйеуім университетте әскери іс пәнінен сабақ береді», деді Көркем сабырлы үнмен. «Ол оқытушы. Онда неге өзің әлі де жұмыс істейсің? Оқытушының табысы жететін шығар», деді. Тағы да күліс естілді. Көркем тыныш жымиып, «Мен жұмыс істеймін, себебі бұл менің таңдаған өмірім», деді. Кеш бата келе олардың мысқылы ашыққа айналды. Олардың күйеулері де сол күйде. Бірақ Көркем білді, нағыз күш айқайда емес, тыныштықта. Қымбат сағат тағып, сәнді костюм киген ерлер өз жетістіктерін жарыса айтып отырды. Ал әйелдер арасындағы әңгіме одан да уытты еді. «Анау Көркемнің түрін көрдің бе?» деді бірі сыбырлап. «Күйеуіне қарасаң, күйеуі түк таппайтын сияқты», деді екіншісі. «Дәл солай, сағаты да баяғы өзгермеген. Күйеуі оқытушы ғой, университетте көп табыс жоқ. Сол себепті осылай жүр», деп күлді үшіншісі. Көркем үнсіз тыңдап отырды. Оның намысы мен өз бағасы баяғыда шыңдалып, болаттай берік болған. Бірақ бұл жүрегі ауырмайды деген сөз емес еді. Тек ол енді сол ауырлыққа төтеп беретіндей күшке ие болатын. «Мұнда келмеуім керек еді», деп ойлады іштей. Бірақ артынан басын көтерді. «Жоқ, мен дұрыс істедім. Өткеннен қашпай, оған тура қарау керек. Нағыз ерлік осы». Ол сәл жымиды, әлі алда дауыл күтіп тұрғанын сезді. Кездесудің қызған шағында жүргізуші сахнаға шығып микрофон алды. Мектеп жылдары туралы естеліктер басталды. Көркем бұрышта тыныш отырды. Сол сәтте Назымның күйеуі келіп қасына отырды. Денесінен ішімдік иісі аңқып тұрды. «Сіз Көркемсіз ғой?» «Я», деді ол жалған жылы жүзбен. «Әйелім сіз туралы көп айтатын». Көркем сыпайы ғана бас изеді. Ол кенет даусын бәсеңдетіп, «Сол баяғыдай кедей өмір сүресіз бе? Бұны өмір деуге бола ма өзі?» деді. Оның сөзінен Көркемнің саусақтары сәл дір етті. 25 жыл өтсе де менсінбеу сол күйде қалған. Тек енді ол ашық айтылып тұрды.
Көркем терең тыныстап баяу шығарды. Арнайы дайындық кезінде үйренген сабыр әдісімен. Сіздің өлшеуіңізбен мен кедей көрінуі мүмкін, деді ол байыппен. Бірақ әркімнің өз құндылығы бар. Ер адам сәл мүдіріп, күлген болып орнынан тұрды. Көркем оның кетіп бара жатқанын артына мұздай көзбен қарады. Жүрегі шым ете түсті, бірақ жүзінде еш өзгеріс болмады. Сол маңдағы үстелдерден күбір естілді. Олар оның студенттік жылдарын, шәкіртақымен әрең оқыған кездерін, тіпті марапат алған сәттерін де мазақ етіп әңгімелеп отырды. Күлкі залды толтырды. Көркем шараптан бір ұрттап көзін жұмды. Бір сәтте штабтағы сарбаздарын ертіп жүрген сәттері есіне түсті. Қиын жағдайдың өзінде сабыр сақтауды үйреткен сәттер. Көркем деп дауыстады ботагөз. Бәрі оған қарады. Біздің әңгімені естідің бе? Бір кезде түскі асқада тамақ таппай, бір тілім нанмен жүргенің есіңде ме? Залда тыныштық орнады. Бәрі оның реакциясын күтті. Ұялар ма, ашуланар ма, кетіп қалар ма? Көркем бая орнынан тұрды. Арқасы тік, көзі нық. Барлығының көз алдында ботагөз отырған үстелге қарай жақындады. «Я, есімде», деді сабырмен. «Мен бір тілім нанмен тамақтанғанмын, бірақ оны ешқашан ұят деп санаған емеспін. Кедейлік ұят емес, ұят арманнан бас тартып, соны сылтау ету. Мен сол кезде де мақсатқа ұмтылдым, қазір де солай». Залда үнсіздік орнады. Ешкім мұндай қайсар жауап күтпеген. Жұлдыз жайсыз жымиып, «Ой, Көркем, біз жай ғана қалжыңдап өткенді еске алдық, ренжіме», деді. Көркем жылы жымиып, «Мен ренжіген жоқпын. Тек сіздердің әлі күнге дейін адамның бағасын киімі мен тегіне қарап өлшейтіндеріңіз өкінішті», деді. Сол сәтте Назымның күйеуі қайта араласты. Даусында мысқыл бар еді. «Қарасам, жолдас қызы, сіз де баяғы қалпыңызда екенсіз. Тек өз-өзіңізге сеніміңіз артқан сияқты». Бірнеше сыныптасы күліп жіберді, бірақ Көркем жүзін бұзбады. Ол жай ғана жылы жымиды. Адам сияқты өмір сүру біреудің басынан аттау емес. Бұл құлап түскен соң қайта тұру, солай емес пе? Оның сөзінен кейін зал тып-тыныш болды. Кейбір жүздерден ұялу мен ойға шому байқалды. Көркем сабырмен жалғастырды. Нағыз биіктік киіммен не байлықпен өлшенбейді. Рухтың беріктігі, адамға деген көзқарас, сол маңыздырақ. Назымның күйеуі бірдеңе айтқысы келгендей болды, бірақ үнсіз қалды. Көзінде абыржу мен әлдебір ұят ұшқыны пайда болды. Көркем оған тура қарап айтты: «Мен өз өмірімнен ұялмаймын, барымды салып өмір сүрдім, әрі қарайда солай жалғастырам». Ол шарап бокалын көтерді, қолы енді дірілдемеді. «Әр қайсымыз өз жолымызбен бақытты болайық», деді сабырмен. Кейбірі үнсіз бас изеді. Залдың ауасы өзгеріп кеткендей болды. Оның сенімді бейнесі алдында бәрінің мысқылы бос көрінді. Көркем орнына қайта отырып терең демалды. Телефоны дір етті. Ғабиттен хабар келді. «Қалың қалай? Кеш батып кетті. Шаршасаң ертерек қайт». Көркем күлімсіреп қойды. Күйеуінің қамқор сөзі жанын жылытып жіберді. «Тағы сәл отырам, бәрі бітейін деп қалды», деп жазды ол. Басын көтерген сәтте ол бір нәрсені анық сезді. Енді ол қашпайды. Ол бұл кешті намысымен аяқтайды. Сол мезетте жүргізуші даусын көтерді: «Құрметті қанымдар мен мырзалар, аздан соң жалпы фотоға түсіреміз. Күйеулеріңізді де шақырамыз». Дәл сол сәтте есік ашылып, бір топ ер адам кірді. Бұл сыныптастарының күйеулері еді. Арасында үш еркек ерекше көзге түсті. Тік дене, мұнтаздай костюм, өткір көзқарас. Нағыз әскери адамдар. Көркем оларға көз жүгіртті. Сол сәтте олардың бірімен көздері түйісті.
Ер адам бірден тоқтап қалды. Таныды. Қымбаттым, мұнда отырмыз, деп қол бұлғады Жұлдыз. Бірақ күйеуі оны естімегенде еді. Көзі тек Көркемде. Ол тік тұрды да қолын самайына апарды. Генерал-лейтенант Жолдас қызы, сәлеметсіз бе, командир Жолдас, деп даусы жаңғырып шықты. Артынша қалған екеуі де әскери сәлем берді. Көздерінде шынайы құрмет бар еді. Генерал ханым, сізді бұл жерден көрем деп ойламадым, деді ол жылы үнмен. Көркем енді оның жүзін анық таныды. Генерал-майор Сәкен Жандосұлы, арнайы жасақ академиясының түлегі, кезінде оның қол астында қызмет еткен офицер. Сәлеметсіз бе, генерал-майор? Көрмегелі көп болды, деді Көркем сабырлы дауыспен. Жұмсақ күлкі жоғалып, жүзінен әскери қаталдық пен салқын сабыр байқалды. Залда өлі тыныштық орнады. Бұрын оны менсінбегендердің бәрі аң-таң. Баяғы жетім қыз генерал болып оралған еді. Бұл арнайы операциялар күштерінің қолбасшысына лайық жүз еді. Залда тылсым тыныштық орнады. Барлық әңгіме тоқтап, жүздеген көз Көркем мен 3 офицерге қадалды. Адамдар не болғанын түсінбей аңтарылып тұрды. Әсіресе аз ғана бұрын оны мазақ еткен сыныптастары бозарып кетті. Жұлдыз бокалын қолынан түсіріп ала жаздады. Көркем генерал деп күбірледі ол, бірақ даусы залдың тыныштығында естілмей қалды. Жұлдыздың көзі бақырайып, даусы қалтырап сұрады. Қымбаттым, неге сен Көркемге бұлай қарайсың? Не болып жатыр? Сәкен Жандосұлы әйеліне бұрылды. Жүзінде ұялған да, мақтанған да бейне бар еді. Сенің құрбың Жұлдыз, арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы, армияның генерал-лейтенанты. Бұл сөз залды қақ айырып өткенде әсер етті. Жұлдыз бозарып кетті. Генерал-лейтенант армиядағы ең жоғары шендердің бірі. Генерал-полковниктен кейінгі дәреже. Әйел үшін сирек, тіпті тарихи жағдай. Ал дәл сол адам өзі мазақ еткен сыныптасы. Бұл ой Жұлдызды мұздай ұрды. Залда бәрі қатып қалды. Мазақ еткендердің көзі төмен түсті. Уақыт тоқтап қалғандай сезілді. Көркем зал ортасында тік тұрды. Айбынды, сабырлы, батыл. Оның көзінде темірдей сенім бар еді. 3 офицер қайтадан тік тұрып, сәлеметсіз бе, генерал-лейтенант Жолдас қызы, деп дауыстады. Дауыстары залды жаңғыртты. Кенет біреуі бокалын түсіріп алды. Шынының сыңғыры тыныштықты тіліп өтті. Сыныптастарының жүзі бозарып, ешкім сөз айтуға батпады. Сәкен Жандосұлы сәлем берген күйі тұрды. Көзі Көркемде. Онда шынайы құрмет бар еді. Көркем сабырлы үнмен жауап берді. Еркін, генералдар, біз қазір қызметте емеспіз. Даусы жұмсақ болғанымен билік пен беделге толы еді. Офицерлер қолдарын түсірді, бірақ бойларындағы әскери тәртіп өзгерген жоқ. Залдың үстін тағы да терең үнсіздік басты. Жұлдыз күйеуінің қолынан ұстап, түс көруде жүргендей мелшейді. Даусы дірілдеді. Қымбаттым, бұл не дегенің? Көркем шынымен сенің бастығың ба? Сәкен Көркемнен көз алмай байыппен жауап берді. Иә, ол арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы. Менен 2 дәрежеге жоғары. Осы сөздерден кейін Жұлдыздың жүзі аппақ болып кетті. Бұрынғы келемеждері көз алдында жаңғырып өтті. Көркемнің киімін менсінбей қарағаны, сағатына күле көз тіккені, бәрі енді ұяттың ащы найзасы боп жүрегіне қадалды. Бірнеше адам орнынан тік тұрып қалды. Тіпті бір ер адам еріксіз иіліп, жерге қарап сәлем бергендей болды. Назым мен күйеуі не айтарын білмей мылқау күйде отырды. Ботагөз аузына қолын апарып сыбырлады. Құдай-ау, Көркем генерал екен ғой. Залда тыныштық орнады. Тыныштық емес, құрметтің үнсіздігі. Бар назар Көркемге ауған. Ол нық, сабырлы кейпінде бұрынғыдан да айқын көрінді.
көркем генералдарға жақындады. Генералдар, сіздерді мұнда көрем деп ойламадым. Кездескеніме қуаныштымын, деді жылы үнмен. Сыныптастары үнсіз қарап тұрды. Олардың көз алдында баяғы ұяң қыз емес, армия генералы, офицерлердің қолбасшысы тұрды. Кенет бұрыштан бір ер адамның даусы шықты. Ендеше бүгін бәріміз оны генерал Жолдас деп атауымыз керек шығар, деді күлкі аралас үнмен. Зал тағы да тып-тыныш. Барлығы алдымен оған, сосын Көркемге қарады. Бұл жай қалжың емес еді. Бұл сәт билік пен құрметтің ауысқанын білдірді. Көркем жылы жымиды. Мені қалай атасаңыз да бәрібір, мен бәрібір Көркеммін. Біз мұнда қызметте емес, достар кездесуіндеміз, деді сабырмен. Залдың ауасы жеңілдей түсті, бірақ бәрі бұрынғыдай емес еді. Бұрын оны менсінбегендердің көзінде енді құрмет пен ұят. Генералдардың жүзі сәл босаңсыды, бірақ бойларындағы әскери тік қалып өзгермеді. Сыныптастар сыбырласып, әлі де сене алмай тұрды. Жұлдыз, Ботагөз, Назымның жүзінен ұят, абыржу және өкініш қатар оқылды. Жүргізуші микрофонды қолына алды. Сонымен енді бәріміз ортақ суретке шығайық деді. Бірақ ешкім орнынан қозғалмады. Барлығының көзі әлі де Көркемде. Сосын ол бірінші болып алға басты. Қадамы нық, бейнесі сабырлы еді. Жеңісінің үнсіз дәлелі. Ал достар, тарихта естелік қалдырайық, деді жылы жымиып. Даусы жұмсақ шыққанымен оның ішіндегі күш бүкіл залды қозғалтты. Адамдар біртіндеп орнынан тұрып, оның артынан ілесті. Бұл жолы ешкім күлмеді. Бәрінің көзіндегі құрмет пен таңданыс қана бар еді. Жұлдыздың көзінде қорқыныш пен ұят айқын көрінді. Ол күйеуіне сыбырлады. Қымбаттым, мен үлкен қателік жасадым. Мен Көркемге айтып қойдым. Сәкен Көркемнен көзін алмай ауыр күрсінді. Даусы байсалды, жүзінен қаталдық сезілді. Не десең де генерал Жолдас қызы бұған мән бермейді. Ол ондай адам емес. Бұл сөздер Жұлдызды тіпті қаттырақ шымырлатты. Ұят оты бетіне ұрып, иығын еңсере бастады. Фотосессия кезінде 3 генерал Көркемге құрметпен қарап тұрды. Олардың қимылы, көзқарасы бәріне оның кім екенін анық көрсетті. Баяғы үнсіз, қарапайым қыз енді арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы еді. Тіпті олардың күйеулері де оған құрметпен қарайтын. Көркем барлығының назарында сабырлы тұрды. Көзінде жеңімпаздың паңдығы емес, тек терең тыныштық пен ішкі үйлесім бар еді. Көне жарасы ақырында жазылып келе жатқандай. Ол сәл жымиып қойды. Өткеннің салмағы енді жүрегін баспайтын. Фотосессия аяқталған соң кездесу тарай бастады. Көп адам Көркемге жақындап, қоштасып, жылы сөз айтуға тырысты. Кеше ғана оны елемеген, өзін жоғары санаған сол адамдар енді бірінен соң бірі қолын созып жатты. Көркем, сен кереметсің, біз тіпті білмеппіз. Біздің күйеулер сені қатты құрметтейді. Міндетті түрде кездесеміз ғой, иә? Жасанды достық сөздері бірінен соң бірі төгіліп жатты. Көркем тек сыпайы жымиып, бас изеді. Оның ойы әлдеқашан бұл жерден алыс еді. Жара жазылып келе жатты. Енді бұл өткенді артта қалдыратын сәт туған. Маған қайтадан уақыт болды, деді ол сабырмен. Барлығыңызға жақсы кеш үшін рахмет. Ол кетуге тоқталып еді, біреу қолынан ақырын ұстап қалды. Бұл Жұлдыз болатын. Жүзіндегі паңдық жоғалып, оның орнын алаң мен ұят басқан. Көркем, күте тұршы, сөйлесуге бола ма? Көркем оған қарады. Көздерінен өкіну мен қорқынысты байқады. Жарайды, деді ол, сыртқа шығайық. Олар қонақ үйдің
бағындағы салқын күзгі ауаға шықты. Жапырақтар аяғының астында сыбдырлады. Жұлдыз біразға дейін үндемей тұрды. Бірде ашылып айта алмай, бірде тынысын жиыстырып, Көркем сабырмен күтіп тұрды. Генерал Жолдасқызы, деді ақыры Жұлдыз. Бұл атауды ол алғаш рет дауыстап айтты. Даусында діріл бар еді. Көркем жұмсақ жымиып қойды. Мені бұрынғыдай Көркем деп атай бер деді. Жұлдыз басын шайқады. Жоқ, сен енді үлкен тұлғасың. Көркем деп айту тіпті артық сияқты. Ол бір сәт үнсіз қалды да, терең дем алып, байсалды кейіппен жалғастырды. Генерал Жолдасқызы, өтінем, күйеуіме біз жай ғана сыныптаспыз деп айтшы. Солай болсыншы, бұл екеуміздің арамыздағы құпия болсын. Көркем бәрін бірден түсінді. Жұлдыз тек өз беделін сақтағысы келді. Ол күйеуінің шындықты, мектептегі мазағы мен бүгінгі сөздерін білгенін қаламады. Уайымдама, деді Көркем жай ғана. Мен ештеңе айтпаймын. Жұлдыз сәл жеңілдеп, бірақ көзінен жас ыршып шықты. Сен әрқашан мықты едің, деді ол қалтыраған дауыспен. Біз сені қанша ренжітсек те, сен ешқашан ар намысыңнан айырылмадың. Енді түсіндім, бұл нағыз батылдық екен. Көркем үнсіз тұрды. Бұл сөздер шын жүректен бе, әлде тек өзін құтқару үшін бе білмеді. Бірақ бәрібір жылы жымиып айтты. Адам түбі өз жанының жарығына ереді. Осы сөздерден кейін жел жапырақтары баяу тербетті. Күздің салқынымен бірге осы кештің тарихы да аяқталды. Оның даусында реніш те, өкпе де жоқ еді. Тек жылдармен келген сабыр мен ішкі тыныштық бар. Жұлдыз оның сөзін естігенде үнсіз қалды. Көзінен жас шықты. Ол шынайы ма, жоқ па айту қиын. Бірақ Көркемнің жанарындағы мейірім оның ішінде әлденені қозғалтқаны анық еді. Көркем, кешір мені, шын айтам кешір, деді ол дірілдеген дауыспен. Иығы сәл-сәл қалтырады. Көркем оған сабырмен қарады. Көзінде еш өкпе жоқ, керісінше түсіністік пен жылулық бар еді. Ол білді, бұл кешірім шынайы болмауы да мүмкін. Бәлкім күйеуінің алдында беделін сақтағысы келген шығар. Бәлкім жай ғана қорыққан болар, бірақ Көркем үшін бұл жеткілікті еді. Бәрі артта қалды, деді ол жай ғана. Өткеннің еншісінде. Даусында мысқыл да, салқындық та болған жоқ. Тек жылдар бойы жиналған даналық пен сабыр. Жұлдыз басын көтерді. Көзінде таңданыс пен сенбеушілік бар еді. Сен расында ерекше адамсың, деді ақырында. Бұл мақтау сияқты естілсе де, сөз астарында мойындау мен алыстықтың белгісі тұрды. Көркем жымиып қойды. Әркім өз жолымен жүреді. Маңыздысы сол жолда абыройды жоғалтпау, деді. Жұлдыз үнсіз қалды. Көзінде ұят, өкініш және сәл қызғаныш та бар еді. Бір күні кофе ішіп отырайық па, деді ол қысылып. Я, хабарлас, деді Көркем жай ғана. Олар бір сәт үнсіз бір-біріне қарады. Бұрынғы жараның орнында енді тек тыныштық қалды. Бұл толық кешірім емес еді. Бірақ алғашқы қадам болды. Көркем қоштасып қонақ үйден шықты. Көшеде жүргізуші күтіп тұр екен. Машинаға мінер алдында ол артқа бұрылып терең дем алды. Өткеннің көлеңкесі жеңілдеп кеткендей болды. Жұлдыздың кешірімі шынайы болмаса да бұл бастамасы еді. Ол ойша жымиып салонға отырды. Бірақ қозғалар алдында суық күзгі жел шашын желбіретіп өтті. Көркем тағы да қонағы есігіне қарады. Сол сәтте бірнеше сыныптасы сыртқа шықты. Олардың жүзінде ұялу мен құрмет қатар тұрды. Көркем жүргізушіге сәл күте тұр деді де оларға қарай беттеді. Қадамы сенімді, бірақ бұрынғыдан жұмсақ еді. Бұл сәтте ол генерал емес,
ескі достарын қайта көрген адамға ұқсайтын. Ол жақындағанда бәрі еріксіз тік тұрды. Тіпті генералдар да әскери қалпын сақтап қалды. Көркем жылы жымиды. Бүгін тамаша кеш болды. Барлығыңызға рахмет, деді сабырмен. Даусы баяу шыққанымен сол сәтте бәрі жүрекпен тыңдады. Сыныптастарының жүзіне ойлылық орнады. Көркем оларға қарап ақырын айтты: біз бәріміз қатты өзгердік. Бір кездері армандаған болашағымыз өмірде басқа түрге еніпті. Бірақ соның бәрі бізді өзіміз еткен тәжірибе болды. Бәрі үнсіз тұрды. Тек көздерінде түсіністік бар еді. Көркем көлікке отырды. Машина баяу қозғалғанда ол терең дем алды. Жан дүниесін тыныштық биледі. Өткен енді артта қалды. Ал алдында жаңа, жеңіл өмір күтіп тұрды. Ең басты сабақ бәлкім шынайы күштің не екенін түсіну еді. Көркем бір сәтте алысты көзбен шолды. Өмір жолына көз жүгірткендей. Адам болып өмір сүру басқаны таптау емес, құлаған соң қайта тұра білу, деді ол баяу үнмен. Нағыз батылдық дәл осы. Көп жыл бойы жүрегін басып келген көлеңке ақырында сейілгендей болды. Енді ол еркін еді. Өткеннің ауыртпалығынан да, өкпеден де, ашудан да. Көзінде тыныштықтың нұры бар еді. Алда оны жаңа таң күтіп тұр. Қорқынышсыз, өкінішсіз таң. Нағыз бейбіт таң.